Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым дайындалатын алма қосылған пирогтың рецептін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз пирогымыздың үстіне себілетін штрейзельді дайындап аламыз. Ол үшін біз ұн, қант және бөлме температурасындағы сары майды бірге араластырып, қолымызбен осылай біркелкі етіп аламыз. Дайын болған кезде уақытша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді алмаларымызды жуып тазалаймыз және де төртке бөліп, ортасындағы артығын алып тастаймыз. Оны осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, бір шетке алып қоямыз. Енді бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қант және ванильді қантты жақсылап миксермен шайқап аламыз. Аппақ болып, екі есе ұлғайған кезде ғана осылай тоқтатамыз. Енді ұнымызға қопсытқышты салып, міндетті түрде осылай електен өткізу арқылы қосамыз. Миксердің насадкасымен жай бірінші араластырып аламыз. Сосын оны қосып, жақсылап осылай шайқаймыз. Оған ертілген сары май және сұйық майды қосып, тағы да миксерімізбен шайқап араластырамыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Егер сізде формаңыз разъемный болса, онда пергамент қағазын төсегеніңіз абзал. Алмамызға біраз қасық крахмалды қосып, араластырып аламыз да, қамырдың үстіне осылай толықтай салып шығамыз. Алманың үстіне штрейзелімізді сеуіп шығамыз және алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Суытамыз, сосын барып кесіп ұсынамыз. Өте дәмді әрі қарапайым пирог, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы видеолар жібермес үшін колокольчикке басып қойыңыздар.